Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай орамал жасауды үйренетін боламыз. Бұл орамалды осылай немесе алдын жауып хиджаб ретінде де киюге болады. Ал бастайық онда. Ең алдымен матамызды өлшемдермен кесіп аламыз. Міне 3 бұрыштап кестім. Екі жағы 80, бір жағы 1 метр болу керек. Осылай кесіп аламын. Мата менде вискоз матасы қолдандым. Және де шет-шеттерін московский шовпен немесе оверлоктың роликовый шовы арқылы обработка жасап шығасыздар. Міне қараңыздар, өйстіп кішкентай қылып тігіп шықсаңыздар да болады. Үш жағын тегістей солай тігіп шығу керек. Екінші матамыз біздің қарапайым трикотаж матасы. Міндетті түрде созылатын мата болу керек. Осылай қойып аламыз. Өлшемі бойынша кесіп аламыз дайындап. Енді қараңыздар. Бір-біріне беттестіріп, бір шетін осылай тігіп шығамыз. Тігіп шықтық. Енді оң жағына қаратып қабаттап аламыз. Айналдырап тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтық. Енді тігіс түскен жеріне ине жібіміздің көмегімен жиырып аламыз. Енді повязкамызды орамалға жалғаймыз. Ол үшін орамалдың центрі мен повязкамыздың центрін бір-біріне беттестіріп, ортасына, артқы жағына 20 см жеткізбей айналдырып тігіп шығамыз. Қыздар міндетті түрде роликовый шов болсын, московский шов болсын, матамен түстес болсын, менікіндей басқа түс болмасын, міндетті түрде түстес жіптерді қолданыңыздар. Мен қазір мына жерде қара жіппен қолдандым. Барлығы жақсы көріну үшін сіздер матамен түстес жіпті қолдануды ұмытпаңыздар. Сол кезде орамалдарыңыз әдемі көрінеді. Міне қараңыздар, осылай айналдыра тігіп шығамыз бір-біріне жалғап. Міне арқасына осылай 20 см жеткізбей қалдырып қоямыз. Осындай болу керек арқасы. Екі шетіне сәндік үшін кисточкаларды жалғап қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне мен де кисточка жалғадым. Міне осындай болды. Енді кигізіп көрейік манекенге. Міне баста осылай болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бастан қимылдамайтын орамалды осы орамалды айтамыз. Жылжып кетпейді еш жаққа, бастан нық тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Маржан, менімен болғандарыңызға рахмет.